Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздермен ашылатын тақырып сүтсай ғылымы бойынша екіліктер деген олар кімдер? Оларда қандай минусовой энергия бар, қандай плюсовой энергия бар, қандай ғаламшардың астына дүниеге келді? Сүтсай ғылымында айтылған мынандай сөз бар. Ғаламшар білімсіз адамдармен басқарады дейді. Дана адам ғаламшармен басқарады. То есть планету управляет невеждами, мудрецы управляют планетами дейді. Енді біздің осы ғаламшарға қарай өзіміздің мінезіміз қалыптасады. Сүтсай – это знать человека на расстоянии. То есть, қараңыздар, сіздің туған күніңіз, айыңыз, жылыңызға қарай толығымен мінездеме беруге болады. Қай жақтан ол мінездеме шығады? Өйткені, мына алыстан адамды біз қалай танимыз? Сол туған күнге, айға, жылға қарап, толығымен сіздің ойыңыз қандай, әрекетіңіз қандай? Сіз қай жақтан күрейсіз, сізде қандай энергия жетіспейді, соның бәрін төл осы сүтсай ғылымда айтуға болады. Енді бүгінгі ашатын тақырып сіздермен екіліктер туралы айтатын боламын. Кез келген айдың 2-сі, 11-і, 20-сы, 29-ы күні туылған адамдар ай ғаламшарының астына дүниеге келген, туа біткен дипломат, психологтар деп айтамыз. Ол қандай адамдар? Ол мынандай әр адамның жан дүниесін түсінуге бағытталған олардың санасы. Содан кейін бұлардың плюсы бар, бұлардың минусы бар. Бұлардың плюсы бүткіл тәндерінде, бұларда клеточный память дейді. То есть ақыл жады бүткіл тәндерінде бар. Сондықтан да бұлар ақылды болып келеді. Содан кейін әр адамның жан дүниесін түсінеді, сезім тал болады. Нағыз реалистар именно осы екіліктер. Өйткені олар реально кез келген события, кез келген жағдайға реально қарайды. Басқа сандарға қараған кезде. Содан кейін бұлардың плюсовой энергиясы кез келген жағдайда именно самый выживаемый дейді ғой. Выживаемый именно осы екіліктер. Неге? Өйткені ғаламшар оларға солай жұмыс жасайды. Енді минуста плюста туа біткен дипломат психологтар дейміз. Ақша үшін ешқашан олар ұрыспайды. Неге? Өйткені олар ұрысты жақсы көрмейді. Олар тыныштықты жақсы көреді. Адамдармен қарым-қатынастары дұрыс болу керек. Ең бірінші бұл адамдармен қарым-қатынасы жақсы болу керек. Егер де бұлар адамдармен қарым-қатынасты құрай алмайтын болса, не болмаса осы екіліктерді басқа адамдар түсінбейтін болса, онда сол адамдармен қарым-қатынасты ол бұзуға тырысады. То есть оған не комфортно, оған жайсыз болады, оны түсінбеген адамдармен араласқан оған жайсыз болады. Өздеріңізді бүгінгі видеодан танып отырған шығарсыздар. Тағы да қандай минусы бар? Минустары өте көп ойланады, шешімді тез қабылдай алмайды. Мен жаңа айттым ғой. Не үшін? Өйткені тәндерінде бүткіл клеточный память дейміз ғой. Осы ақыл жады бүткіл тәндерінде бар. Сондықтан да 3 күн ойланады. 3 күннен кейін екілік шешім қабылдай алмаса, ода стресс, депрессия болады. Осы екіліктерді двуличный, екі жақтылық деп айтады. Екі жақтылық емес, бұлар қарым-қатынасты құру үшін кез келген компанияны іштей бақылап, әр адаммен тілдесіп, мәмілеге келіп, сол жағдайды шешіп, сөйтіп олар компанияны, сонан кейін өзінің семьясындағы жағдайдың бәрін көтеру үшін келген адамдар ғой. Не үшін екі жақтылық деп айтады? Өйткені бұлар ұрысқысы келмейді. Мысалы, мынандай жағдай бар. 2-3 абысын болады, оның екеуі бір-бірімен ұрысып қалатын болса, үшінші абысын екілік болатын болса, ана екеуін татуластырады. Сонда сырт көзден қараған кезінде олар ойлайды, мынау менмен де араласады, екіншісімен де араласады. Сонда ана адамға, мына үшінші абысына ол ойлап тұрған, мына двуличный, мына екі жақтылық, маған да жақсы болғысы келеді, мынаған да жақсы болғысы келеді деп. И вашим, и нашим деген бір сөз бар. Ол олай емес, просто екілік, ондай ұрыс керісті қаламайтын адам. Ұрыс керісті мүлдем жақтырмайтын адам. Содан кейін бұларға, особенности балаларға, келіндеріңіз екілік болатын болса, үйді жинай сал деп айтудың қажет емес. Точностен нақтылық керек та. Мына үйдің полын сүртесің, ваннаның жаңағы терезесін жуасың, соны кейін мына жерді пылесос етесің деп точность айту керек. Айтпесе ол отыратта ойланады. Маған үй жина деді, бұның қай жерін жинайым деп. Не болмаса тамақ істеңіз, тамақ істей салшы деп айтуға болмайды. Егерде келініңіз болатын болса. Не болмаса сіз
Біреудің жолдассыз, күйеусіз әйеліңізге тамақ істей салшы деп айтпаңыз, егерде екілік болатын болса. Не деп айту керек? Мен бүгін лағман жегім келіп тұр. Не болмаса мен бүгін манты жегім келіп тұр. Соны жаса деп айту керек. Сол кезде точно сіз не айттыңыз, тура соны жасап қояды екілік. Бірақ бұлар өте көп қазады. Қазғанда да енді оңдырмай қазады да. Содан кейін мына бұларға шыдам керек. Егер де шыдаған адам бұл екілікпен онда жетістікке жетеді. Неге? Өйткені олар пока емес ол ойланып, ол толғанып, ол оның бәрін толық жасап біткенше, мысалы, бірлікте шыдай алмайды оған. Өйткені бірлікке тез деп тастау керек, оның алдына видеоға көрдіңіздер ғой да. Ал екілік солай ойланып отырады да. Сөйтіп 3 күннен кейін ол шешім таппағаннан кейін депрессияға ұшырайды. Неге? Өйткені оның жан дүниесін ешкім түсінбеді да. Өздеріңізді танып отырған боларсыздар. Тағы да қандай қасиеттері бар екіліктердің? Екілік әйелдер өте мынандай жұмсақ болып келеді. Нағыз екілік ол әйелдің энергиясы. Еркектер ол қандай болып келеді еркектер? Еркектер, екілік еркек ол матрицасына тағы да ол байланысты, бірақ жалпы екілік еркек ол мына әйел баласына қол жұмсай алмайды. Неге? Өйткені ода энергия сондай да. Ол ешкіммен ұрысқысы келмейді. Сондықтан да егер сіздің күйеуіңіз екілік болатын болса, ол үйге келген кезде бала-шағаны шулатпай, оны тыныш ұстап отырасыз. Өйткені оның мына нервісі көтеріліп кеткен кезде ол түсінбейді, сізді түсінбей қалады. Содан кейін тұңғиыққа кетеді. Үйге келген сайын настроениесі жоқ. Неге? Өйткені бала-шаға шулайды. Келініңіз неге тамақ істемейді? Өйткені сіз просто тамақ істе деп айттыңыз. Оған нақтылық керек. Қызыңыз неге үйді жинамайды? Өйткені оған нақтылық керек. А сіз үйге келесте үй жиналмады, сіз не істейсіз? Сіз күйрейсіз. Сондықтан да Сүтсай ғылымы өте керемет ғылым. Көрдіңіздер ме, қалай энергия жұмыс жасайды? Содан кейін минусовый энергияда екілікте өте көп күмән болады. Екі саны ол басқаша кішкене жұмыс жасайды, ол чистый двойка деп айтады да. 11 числода бұлар тоже басқаша жұмыс жасайды. Олар мына бірлік пен екіліктің ортасында тұрған екілік деп айтамыз да, мына 11 числода туылғандар. Олар қандай адамдар? 11 числода туылғандар шешімді қабылдайды, қабылдап болып содан кейін ғана күмәнданады да. А мына 2 числода туылғандар олар күмәнданады, содан кейін барып қабылдайды шешімді или қабылдамайды. Ал 11 числода туылғандар қабылдайды, содан кейін күмәнданады. Минусовый энергияда қандай? Күмән, өте көп күмән болады. Именно сол күмән бұлардың әрекетін шектейді. Өте көп ойланады. Содан кейін бұларға мынандай дәріні таблетка ретінде екілік қабылдай алмайды. Оны жұта алмайды, іше алмайды. Жалпы екіліктерге сұйықтық, сироп солай ішкен дұрыс дәрілерден. Өйткені олар солай дұрыс қабылдайды да. Туа біткен дипломат, психологтар деп біз не үшін айтамыз? Кез келген екілік сіздердің жан дүниелеріңізді түсінуге тырысады. Енді особенности дейміз ғой, 20 числода туылған екіліктерде оларда мүлдем кішкене басқаша энергия жұмыс жасайды. Қандай энергия? Олардың болатыннан болмайтынды көп айтады да ол. Негативті көп айтады. Өйткені 80% негативный энергияда туылған. 29 числода туылғандар қандай? Олар туа біткен эзотерик деп айтады да оларды. Олар отырған кезде кез келген адаммен сөйлескен кезде оны сканировать етіп, ол не ойлап отқанын ол біліп отырады. 29 числода туылғанда именно сондай өздерінің қасиеттері бар. Сондықтан да екіліктер өте керемет жандар, өте керемет адамдар. Сүтсай ғылымында біз ешкімді бөлмейміз, санасында бұл екіліктер қалай бөледі. Енді соны айтайық. Мені түсінеді, мені түсінбейді. Түсінбейтін адамдармен бұлар араласқысы келмейді. Түсінетін адамдармен олар қарым-қатынасты мықты құратын адамдар. Енді осы екіліксіз бізде өмір тоже жоқ. Неге? Өйткені біз әр нәрсені түсіну үшін екіліктерге жүгінеміз. Екілік тереңдетіп тұрып, бәрін қазып алып бізге шығарып береді, туралай бізге айтады. Бірақ оған шыдам керек сіздерге. Неге? Өйткені ол пошаговый от А до Я бәрін түсіндірмейінше ол тыныштық санасында таппайды. Екіліктеріміз осындай. Өздеріңізді таныды деп ойлаймын. Енді сіздер колокольчикқа басып, осы YouTube каналға тіркелгенді ұмытпаңыздар. Келесі видео бізде үштіктер туралы болады.